Баршаңызға сәлем. Бүгін банановый пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге банан, грецкий орех, ас содасы, жұмыртқа, тұз, секер қажет. Алдымен бананды осылай езіп, қабығынан аршып езіп аламыз. Міне осындай шығу керек. Сосын сары майды ерітіп, кен ыдысқа құямыз. Қант пен жұмыртқаларды барлығын салып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін езілген бананды қосамыз. Сондай-ақ тұз салып араластырамыз. Ас содасын қосамыз. Және ұн салып былғаймыз. Аздап ұн салып тұрып былғаймыз. Грек жаңғағын қабығынан тазалап, ұнтақтап осылай қосамыз. Және жақсылап барлығын араластырамыз. Табаға сары май жағамыз. Майдың бетіне ұн себеміз. Қоспаны құямыз. Bir дана бананды аламыз. Аршып, бананды бірнеше бөлікке тураймыз.
Бұл банан сұйық қоспаның бетіне көркемдеп қойып шығуға қажет. Міне осылай көркемдеп шығамыз. Міне осындай болып пісіп шығады. Және шағын ыдысты алып, баяу отқа қойып, сары майды қыздырып, оған ванильный сахарды араластырамыз. Бұл бізге жаңағы пирогтың үстіне құюға қажет. Піскен пирогты салқындатып, содан соң жаңағы қоспаны бетіне құямыз. Міне пирог дайын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.